Stand up. Hello, peoples. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm okay. Okay, sit down. Children, I have some questions. Who is on duty today? I want to today. What day is it today? Kalash? Today is 9th of January. What is it now today? Weeks? Today Wednesday. Wednesday. Okay, молодцы. What day is it? Is the weather like today? Weather. Today is snow. Молодцы. Thank you. What season is it now? Winter. Winter. Okay. Children, today is new theme. Today is the 19th of January class work. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз қандай сабақ? Яғни, мен қазір сурет көрсетемін сіздерге. Соны сендер табасыңдар, жарай ма? Есіп па? Мынаны не деп ойлайсыздар? Қай спортқа жатады? Кунг-фу ма? Раз көрейік, екіншісінен, иә? Кунг-фу ма екен? Yeah. Молодец, жарайсыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар. New theme today. New theme это кунг-фу school, яғни кунг-фу мектебі. Яғни балалар кунг-фу мектебі бізде Қытайда жақсы дамыған. Ең жақсы дамыған спорт түрі ол Қытайда ғана осы кунг-фу мектебі екен. Енді балалар, бүгінгі тақырыпта дәптеріңізге жазамыз, ашамыз, бүгінгі жазамыз. Және бүгінгі тақырыбымыз, яғни кунг-фу school. Students book page 54. 54. Бетті ашып па, 24-ші бетті ашып па, балалар? Сол бетте кунг-фу мектебін таптық па? Жарайсыздар. Ендігі біз қазір кунг-фу мектебі туралы мен толық оқып берем, аударып берем, және де керек жерін өзімізге іліп аламыз, жарай ма? Яғни бұдан кейінгі тапсырмалар осы тестке байланысты болады. Түсінді ма жаттығудың бәрі? Яғни маған қара, мен оқимын. Кітапқа қараймыз. Kung-fu is a martial art. It's also a great Chinese tradition. Яғни кунг-фу рухани өнер. Яғни дамытатын өнер. Ол дейді көбінесе Қытайдың мәдениетіне жатады дейді. Chinese children can go to special schools and study kung-fu every day. Яғни Қытай балалары дейді оған кунг-фу мектебіне күнделікті барады, және де ол арнайы мектеп екен. Біз мектепте оқисыңдар ма сендер? Яғни оларда да сондай мектеп бар екен. Яғни кунг-фу мектебі. After they finish their studies and students can get good jobs in the army and or the police force. Яғни олар осы мектепті бітіргеннен кейін олар қалған мамандықтарына түсе алады екен. Ол яғни армияның адамы болады екен, яғни военный адам болады екен, және де болмаса полицей офицері бола алады екен. Li Jing from Shanghai is 13 years old. Яғни Ли Жин ол Шанхай қаласынан, және оның жасы 13-ке дейді. Яғни қыздың аты кім екен? Ли Жин екен, және ол қанша екен? 13-ке екен, иә? She practices kung-fu in the playing field every day with hundreds of other students. Тапсырады екен, ол яғни армияның адамы болады екен, яғни военный адам болады екен, және де болмаса полицей офицері бола алады екен. Li Jin from Shanghai is 13 years old. Яғни Ли Жин ол Шанхай қаласынан, және оның жасы 13-ке дейді. Яғни қыздың аты кім екен? Ли Жин екен, және ол қанша екен? 13-ке екен, иә? She practices kung-fu in the playing field every day with hundreds of other students. Ол дейді кунг-фу өнері дейді күнделікті үйренеді дейді, және де жүздеген оқушылардың арасында дейді. Яғни ол жерде оқушы не екен? Көп екен, иә? She wants to a police officer in the future. Яғни оның болашақтағы арманы дейді полицей офицері болу.
here exercise and practice here kung fu moves and positions for hours дейді. Яғни ол дейді күнделікті жаттығуларды кунг фу мектебіне барып үйренеді дейді. Және де ол көптеген сағаттарын сол жерде бөледі дейді. Their training is difficult and Lee can't live at home дейді. Яғни ол дейді, ол Ли дейді әдемі үйде тұрмайды дейді. Кәдімгі үйде тұрады дейді. She can only see her family in the holidays дейді. Яғни ол дейді өзінің отбасын тек қана демалыстарда ғана көре алады. Қалған уақытта оның сабақтан қолы босамайды. Енді Lee can do a lot of different movies like the frog, the dragon and the snake. Яғни оның дейді ол дейді көптеген жаттығулар жасай алады дейді. Яғни дейді жылан да бола алады екен ол, драгон да бола алады екен, не де бола алады екен, құрбақа да бола алады екен. Сондайларды істей алады екен. Яғни одан кейін her teacher is an expert in kung fu дейді. Оның ұстазы дейді кунг фуды өте қатты меңгерген адам. He can break a brick with his hand. Ол өзінің қолымен дейді ұстазы, яғни Ли емес ұстазы қолымен кірпішті жаралады екен. Ұрып жаралады екен. Can Lee break a brick with her hands? Ли ол да солай кірпішті қолымен жаралама дейді. No, she can't. Ол әлі істей алмайды, ол әлі кішкентай. Балалар, енді мен балалар текст оқып бердім, аударып бердім. Енді бұдан кейінгі тапсырмалар сендерге байланысты. Енді ана қараңдар. Екінші тапсырмада. Read the text again as the sentence true or false. Correct the false ones. Яғни бүйтеді, текст оқимыз дейді, және де ол жерде дұрыс немесе бұрыс сөйлемді белгілейміз дейді. Жаңағы кунг фу мектебі туралы айтып берген. Ли Жин practices kung fu with other people дейді. Ли Жин дегеніміз жаңағы қыз, кунг фу мектебін дейді басқа балалармен бірге үйренеді ма дейді. Ма жоқ па? Қанша мың оқушы бар екен ол жерде? 100-деген оқушы бар екен. Яғни дұрыс деген. Енді екіншісі Ли Жин lives at home дейді. Ли Жин үйде тұра ма дейді? Үйде тұрмайды. Онда не қоямыз мына жерге? False қоямыз. Ли Жин wants to work in a school дейді. Ол Ли Жин дейді мектепте жұмыс істейді ма дейді? Жұмыс істемейді. Не істейді ол? Оқуын оқиды. Молодец. Ли Жин doesn't see her parents every often дейді. Яғни Ли Жин дейді өзінің отбасын жиі көрмейді дейді. Дұрыс па? Дұрыс. Өйткені ол әр демалыста ғана өзінің отбасын көреді деген. Енді балалар, exercise екінші жаттығу дейміз да, осыны жазамыз. Енді осыны Ли ол да солай кірпішті қолмен жаралама дейді. No, she can't. Ол әлі істей алмайды, ол әлі кішкентай. Балалар, енді мен балалар текст оқып бердім, аударып бердім. Енді бұдан кейінгі тапсырмалар сендерге байланысты. Енді ана қараңдар. Екінші тапсырмада. Read the text again as the sentence true or false. Correct the false ones. Яғни бүйтеді, текст оқимыз дейді, және де ол жерде дұрыс немесе бұрыс сөйлемді белгілейміз дейді. Жаңағы кунг фу мектебі туралы айтып берген. Ли Жин practices kung fu with other people дейді. Ли Жин дегеніміз жаңағы қыз, кунг фу мектебін дейді басқа балалармен бірге үйренеді ма дейді. Ма жоқ па?
surakni o'zi qarang. Uchinchi surakni qarangchi. Look at exercise 3. Yana uchinchi surakni qaraymiz. Answer the questions. Ya'ni suroqlarga javob beramiz deb turibdi. Ya'ni Lijin tanomli ilk suroq berilgan ekan, sol ilk suroqqa javob berib ko'rish ekan. What does she want to do in the future dedi. Ya'ni ona bo'lajaqdagi armoni qanday edi dedi. Kim aytib beradi? Simbat, She wants to be what is the future. Okay, молодцы. Good, excellent. Yenisi, two. When does she see her parents? Ол o'zining ota-onasi qay vaqtda mana ko'ra oladi edi dedi. Kim javob beradi? Nazirga. She can always see her family in the holidays. Okay, молодцы. Listen our finishes exercise homework. Exercise 5, page 54. Homework. Okay? Okay. Okay, bye bye. Bye.